айелдерге айтар еді. Алла Тағала сізге күйеу берді. Талай адамдарда жоқ. Бір әйелдер айтады, күйеуі қайтыс болған кезде бізде көбінесе адамның орны өлген деп білінеді. Күйеуі қайтыс болған әйел айтады, кешке есік қиқитала береді. Сол уақыттарда күйеуім жұмыстан келеді. Сол келген сияқты жүрегім су өтіп барсам басқа біреу келіп тұрады. Әр есіктің қиқылдауымен күйеуім сағынып толқыған әйелдер бар. Ал біз сүмір кеңек қойса екен, кешігіп келсе екен деп отырсыз да, жоқ, осы сөзіңізге өкінетін күн келеді. Келтірмесін ғой. Біздің қазекеңдер не дейді? Бір жастықта қартаю деген бар ғой. Орта жасқа келген кезде біреуінен айырылу бар ғой. Еркекке де оңаймыз, қатынға да оңаймыз. Екеуіне де ауыр. 10 балаң бар ғой, бір байыңдай бола алмайды. 10 балаң бір қатыныңдай бола алмайды. Жағдайыңды қалай жасаса да бар ғой. Біздің қазақтың айтса ұятты болса да, осырақ байым артық екен деген сөз бар. Қартайған кезде айтады дейді бұлар. Бала шағасы не деген құрметсіз жатса да ше, бәрібір осырақ шалына жетпесіндер дейді. Ал бірақ тірі күнінде сен жаман. Мен айтар едім әйел адамдарына да, бұл еркек деген, еркек өзі елді қорғау керек емес пе? Елге қызмет ету керек емес пе? Қазір біздің жігіттеріміз елге қызмет етпей, бір қатынмен әлек болып қалды ғой. Қай елге барсаң да қатынның өздік проблемасын. Бір ғалым кісі, елге мықты қызмет ететін батыр кісі болған өзі ғалым. Үйіне келген кезде бұны естісе қатындар таң қалады да, бірақ баяғы заманның адамы шығар. Үйге келген кезінде ол әдетке айналған, келе жатқан кезінде дейді екен. Есікті ашып кірген кезінде әйелі пердені көтереді екен. Басқа адамдар айтады, күйеуі тікее кіреді екен. Адамдар келіп өз ітіне тарта алмай ма не десе ше, әйел айтады екен, елге қызмет қылып жүрген еркекті болмайтын пердеге басын егенін қаламаймын. Перден бүйтеді ғой. Қарсаңшы, пердеге біздің басымыз жетпейді мұндай жер. Біз перденің бер жағында тұрып, не әкелдің, деген сияқты айтады. Ел үшін жүрген еркектің басын пердеге бола имесінші дейді. Бауына аяғын идірмейтін болған ғой. Ол тәкаппарлық емес. Еркек тұрып, бауын байлап беріп шығарып салады екен, бірақ не болады десе, ол әйелге, күйеуінің разылығын алған әйелге жәннат. Әйел күйеуінің разылығын алмаған әйелдерге, ата-анасының разылығын алмаған бала сияқты жәннат жоқ. Сосын айтар едім да, елге қызмет қылсын десеңіз, күйеуіңізше болмайтын майда шүйде. Мен қатырып ше, ишаранды тетік қызуыне көріп, пердені көтеруге жармайсың ба? Кетер кезінде аяқ киімін сүртіп. Еркек адам бар ғой, өзінің аяқ киімін өзі сүртпесін. Киімей тұрып дұрыстап қойыңыз. Ол ана аяқ киімге басын иіп тұрмасын. Өзің жанашы, еркек адам көшеде жүрген адамда, еркек адам қатының бала шағам деп көшеде талай адамнан ұрыс естіп, талай адамның алдында басын иіп ауыр сөздер естіп жатырмыз ғой. Жеткілікті ғой сол. Үйіне келіп қатынынан да тағы бір сөз естіп оған ауыр теді. Сөйтеді де бұл бәлез дейді. Не бір сөздер шығады. Үйінде еркек болсын ол. Ел деген адамды бір қатынмен әлек қылып қоймасаңыз кетсін. Байқайсыздар ма, еркек адамша үйде бір күн қалса ұрыс болады. Түске дейін шыдайсың. Түсқайта әйтеуір бір өлең тауып аласың ғой. Мына не алып тұрайық? Ол күлге тұрған нәрсе сен байқамағансың да. Еркектер сол үшін кету керек көшеге. Үйде отырма. Не үшін? Еркек түздің адам. Қатындар көшеге шығуға құмар болу жоқ. Қатындарға ең жақсы мамандық ана болу. Үйде отырып баланы тәрбиелеу. Сол сасық байларыңыз аман болсын. Аман болсын. Өкініп қалмайды қадір. Бір-біріміздің жалпы қадірімізді тірігімізді білейік. Өлгеннен кейінше, ойбай, не бір қатындарда өлген кезінде айтып жатыр ғой, ойбай, мені кімге тастап кеттің? Ескестер ма?
мен енді қалай күн көремін деп ше. Неге соны тірі күнінде ойланбадым? Ана бейшара байың өлді ғой. Осы сорлы, бұл мені жақсы көрмейді, бұл мені менсінбейді, бұл мені қадірлемейді деп өтіп кетті ғой. Неге тірі күнінде сен болмасаң мен қайтер едім деп неге тірі күнінде айтпадың? Бейшара бір былай марқайып қалар еді ғой. Сен болмасаң маған өмір сүру қиын болады деп. Сол өлген кезде айтқан сөз неге тірі күнде айта салмадың? Раста қараңыз. Біз тек өлгеннен кейін, біздің қазақ өзі аталарымызға да герой деген атты өлгеннен кейін беріп жатыр ғой. Құрметті азамат деген. Тірі күнде берілмейді бізде өз атақтар өзі. Көшенің тірі күнде бермейді. А? Көшенің атын тірі күнде бермейді. Иә? Оны біздің қазақ айтады. Абай атамыз айтады. Абай атаның сөздерінің бәрі хадистен алынған сөздер сияқты да. Не дейді? Өлгеннің жаманы жоқ, тірінің аманы жоқ дейді. Өлген адам ешкім жаманы жоқ. Болды, өлді, болды. Ал тірі күнінде дейді. Өсектен аман жоқ.